Толқын бір үйдің кенже қызы. Бұла өскен бойжеткенді әкесі де, шешесі де бетінен қаққан емес. Толқын өз қалағанына оңай жететін. Бала кезінде сүйкімді, томпақ болған Толқын сұлу мүсінді әдемі қыз болып бой жетті. 11-ші сыныпқа өткенде оқуға түсу үшін репетитор жалдады. Репетитор Жақсылық есімді ағай еді. Жақсылықтың жасы 40-қа таяп қалған, жан-жақты білімді азамат, өз жасынан әлдеқайда жас көрінетін. Сымдай тартылған сымбатына қарап, ешкім оны әйелі бар отағасы, 4 баланың әкесі деп болжай алмайды. Танысқан күннен бастап, мұғалім мен оқушы арасында әлдебір жылылық пайда болғандай еді. Толқын жарқырап кіріп келгенде, Жақсылық үліп еткен жүрегін тізгіндей алмай ұзақ отырған. Бойжеткенде ағайға қарап аңтарылып қалды. Көрікті жігіт ағасы өзіне күлімдеп қарап отырған көргенде беті ду етіп қызарып кетті. Мұғалім мен оқушы сол күннен бері бір-біріне етене жақын бола бастады. Толқын репетиторға баратын күнін тағатсыздана күтетін. Жақсылықта аптасына 2 рет жүрегіне жылулық сыйлаған жанды бір көргісі келіп, ынтығатын күйге жетті. Жақсылықтың әйелі Сәнді күйеуінің бойындағы өзгерісті бірден байқады. Әп-сәтте 20-дағы жігіттей қаны тасып, көзі жайнап шыққаннан ақ күдіктенді. «Әке!» деп жұмыстан келгенде алдынан құлыншақтай құлдыраңдап шыққан 4 баласын бұрынғыдай көз келмеді. Сәндіні бар ма, жоқ па деп байқамайтын болды. Ақ некелі төсегінен жерініп, бөлек жататынды шығарды. Сәнді болмысынан жуас, көндіккіш әйел еді. Сол мінезімен әсіресе қайын жұртына жағатын. Ата-енесі біздің Сәнді деп келіндеріне шаң жуытпайтыны да сондықтан. Дүние төңкеріліп жатса да, үндемей құтылатын келіншек күйеуінің сатқындығын мойындай алмады. «Кім? Мені кімге айырбастады?» деп түн баласы көзілмей дөңбекшіп шығатын болды. Күйеуінің ізін аңдыды. Жақсылық 40-қа таяған шағында лап етіп тұтанған махаббатын ауыздықтай алмады. Кәмелеттік жасқа толмаған оқушыға ғашық болып қалатынын кім білген? Жақсылықтың көзін шел басты. Бара-бара сезім жетегіне еріп, Толқыннан өзгені көрмейтін болды. «Толқын, мен сені сүйіп қалдым. Асау сезімімді ақылыма жеңдіре алмаймын. Екеуміз бәрін тастап кетейікші», деді. Бір күні Жақсылық бойжеткенді қыпша белінен қапсырақ құшақтап. Толқын қарсы болмады. Еркектің ыстық құшағына тығылып: «Ағай, мен қазір-ақ дайынмын. Не болса да сізбен берге көруге белімді бекем будым», деді Толқын. Жақсылық пен Толқын арасындағы махаббат күн өткен сайын өрши түсті. Аралары 20 жас болса да, Жақсылық 18-ге толған соң саған үйленемін деп Толқынға сөз берді. Қыз сүйіктісінің шешімін мақұлдап, басын изеді. Жақсылық бір күні «Жарысқа оқушы апарам» деген сылтаумен Толқынды үлкен қалаға алып кетуді жоспарлады. Жарыстың болатыны, мұғалім ретінде оқушы апаратыны рас еді. Тек сол сылтаудың астында мүлдем басқа ниет жатқанын 3 адам ғана анық түсінді. Олар Жақсылық, Толқын және Сәнді еді. Бұл жаңалықты естіген Сәнді күйеуін ашық әңгімеге шақырды. «Ғашығыңмен бірге кетеді екенсің ғой», деп бастады әңгімесін Сәнді. «Не айтып тұрғанын түсінбедім», деп әңгімеден басын алып қашты Жақсылық. «Толқынмен бірге кетеді екенсің ғой. Кәмелеттік жасқа толмаған оқушы қызбен жүріс жасап, қарабет атанған келмесе, бұл жүрісіңді доғар», деді Сәнді.
Ол менің оқушым ғана, басқа ештеңе емес, деді Жақсылық. Оқушың ба? Төсектесің емес пе әйтеуір, деді Сәнді ызаланып. Не деп жала жауып тұрғанын білесің бе? Деді Жақсылық. Жала жауып тұр екенмін ғой. Жақсы, солай-ақ болсын. Жақсылық, соңғы кездері қатты өзгеріп кеттің. Отбасым бар, бала-шағам бар деп ойламайтын болдың. Есілдердің сол қызда, деді Сәнді көзі дөңгеленіп. Жанарынан жас тамшысы үзіліп түсті. Жолға жиналуым керек, деді де Жақсылық заттарын жиыстыра бастады. Сәндіні тағы да тыңдамады. Егер сен жауаптан жалтарсаң, ол қызға өзім хабарласам, деді әйелі. Сол кезде барып Жақсылық ұйқысынан оянған адамдай селк етіп, оған не дейсің? Оның ешқандай кінәсі жоқ. Екеуміздің арамызда ештеңе жоқ, деп қадап айтты. Сәнді не істерін білмей, шақша басы шарадай болып қатты қиналды. Сөйтіп, Жарқынай құрбысына хабарласып, көптен бері ішінде сақтап жүрген жан сырын жайып салды. Бұл кезде Жақсылық жүктерін жинап, буып түйіп, жолға дайындалып жатқан еді. Сәнді балаларын енесіне тастап, құрбысымен бірге Толқынмен бетпе-бет сөйлесуге баратын болып шешті. Бірақ өзі көрінбейді. Сөз майданына құрбысын жіберіп, өзі тасада тыңдап тұрмақ. Толқын күнәсіз кейіпте мектебінен шығып келе жатыр екен. Сырттай қарасаң, кәдімгі оқушы. Жарқынай оқушы қыздың алдын кес-кестеді. Сәлеметсіз бе? Деді Толқын сыпайы қалпында. Бейкүнә жанарынан балалық кетпеген, еліктің лағындай сөп сүйкімдеген. Тұла бойы жинақы, үстіне киген киімі тал бойына мінсіз жарасып тұр. Сәлем Толқын, мен сенімен сөйлесуге келдім, деді Жарқынай. Тыңдап тұрмын, деді Толқын сабырлы қалпында. Мен Жақсылық пен Сәндінің жанашыр достарының бірімін. Атымды айтпай-ақ қояйын, саған айтарым бар еді. Жақсылықтың 4 баласы бар. 4 періштенің көз жасына қалып, бақытты бола алмайсың. Қаншама жыл отасқан жан жары Сәнді бар. Жақсылық уақытша елігіп жүрген болар. Кейін есін жиғанда сені де тастап кетеді. Бір жамандыққа ұшырамай тұрғаныңда, осы жерден тоқта, деді Жарқынай. Бұның бәрін маған неге айтып тұрсыз? Ағаймен сөйлесіңіз, өтінем, енді менің жолымды бөгемеңіз, деді Толқын салқын кейіпте. Өзіңе қараш, сен жассың, 12-де бір гүлің ашылмаған. 40-тағы кәрі еркекті қайтесің, ол ертең қартайып қалады. Өзіңе тең, жап-жас жігіттер толып жүр ғой, айналаңа қарасаңшы, деп айғайлады Жарқынай бойжеткеннің артынан. Толқын етегі самал желмен желбіріп, тез-тез басып, алыстай берді. Сәнді бір бұрышта жылап тұр еді. Қайда менің жастық шағым? Қайда менің 18 жасым? Мен қартайып қалдым. Жан серігім жас иіс іздей бастады. Мен енді күйеуіме тең емеспін деп құрбысына мұңын шақты. О не дегенің жан құрбым-ау? Сен сияқты алтын әйелді бағалай алмай жүрген еркектен садаға кетсін, деді Жарқынай. Жақсылық сол күйі ешкімді тыңдамады. Жарысқа оқу шапарам деген желеумен Толқынды алып үлкен қалаға шұғыл аттанып кетті. Олар жалғыз емес еді. Жақсылық Толқынмен қатар тағы 3 оқушыны алып жүрді. Толқынның әке-шешесі мән-жайдан бейхабар, әрі оқушылар топпен бара жатқан соң ештеңеден күдіктенген жоқ. Қыздарының қалтасына ақша салып, «Ақ жол қызым, жеңіспен орал», деп шығарып салды. Қалаға жеткен соң олар қонақ үйге түсті.
Оқушылар бір бөлмеге, Жақсылық бір бөлмеге орналасты. Түн. Жақсылық әрбер аунап дөңбекшіп жатыр. Толқынын бір сүйгісі келіп үздік еді. Сүйгені қолсозым жерде келесі бөлмеде жатыр. Оқушылардың ұйықтағанын күту керек. Жолда келе жатқанда, бәрі ұйықтаған соң ешкімге білдірмей маған кел деп сыбырлаған. Толқын 3 күннен кейін кәмелеттік жасқа толады. 3 күн күте алмайды. Оңтайлы сәтті орайлы пайдаланып қалмаса, бұндай мүмкіндік енді тумайды. Бір сәтте есік тықыр етті. Жақсылықтың демі жиілеп, жүрегі атқақтай соқты. Мысықша басып, Толқын кіріп келе жатыр еді. Кел, деп сыбырлады Жақсылық. Ешкім байқап қойған жоқ па? Жоқ, бәрі ұйықтап жатыр, деді Толқын. Жақсылық ып-ыстық қойнын ашып, Толқынды өзіне шақырды. Етегі түрілмеген бойжеткен, жаңа піскен жемістей уылжып тұр. Жақсылықтың аузының суы құрыды. Жанына имене отырған қызды аш қасқырша бас салып, төсекке жатқызды. Қыз дір етіп жатыр екен. Қос қолымен кеудесін жауып, тіресіп алыпты. Қорықпа жаным, деп Жақсылық Толқынның үстіндегі жеңіл жейдені асықпай шеше бастады. Нәзік денесі мамықтай жұмсақ. Жақсылық тік шаншылған қосанарға күмп берді. Құшырлана сүйіп жатыр. Қыздың денесі балқып, қызған шоқтай ысып кетті. Жақсылық Толқынның жұп-жұмыр санын умаждай ұстап, екі аяғын ашып, жалаңаш денесін толық тақады. Тұра тұрыңызшы ағай, деді Ләззат құшағына енген бойжеткен. Ағай демеш, сен енді мендік боласың, деді Жақсылық алқынып. Ағай, өтінем, деп бірдеңе айтпақ болды бойжеткен. Тш, үндеме, деді Жақсылық. Сөйтті де қыздың аузын қолмен жауып, бойжеткеннің бойындағы қадірлі дүниесін иемденді. Жақсылықтың бойына қанат біткендей, бәйгеге қосқан жүйрік ат секілді тоқтамай шапты. Тері селдей ағып, қос-ғашықтың жалаңаш денелері бүтін бір сұлбаға айналғандай қонақ үй төсегінде вальс биледі. Таң сібірлеп атып қалыпты. Сол кезде барып, Жақсылық есін жинап, тез барып төсегіне жата қал, деді оқушысына. Толқын орнынан атып тұрып, тез-тез киініп шығып кетті. Жақсылық жылы төсекті құшақтап қала берді. Төсекке тамған қыздық белгіні құшырлана иіскеді де, ваннаға барып жуып тастады. Белгіні жуғанымен енді Толқыннан айырыла алмайды. Басын тәуекелге тігіп, көптен ойында жүрген мақсатына жетті. Толқын енді мендік, менікі деп ойлады еркек. Бұл уақытта сәнді 4 баласын құшақтап ояу жатыр еді. Қайран, өтіп кеткен өмір. Жанымды да, тәнімді де арнаған өмірлік жан серігім мені сатып кетті. Қай жерден қателестім, қай жерден жаза бастым, деп ой шырмауына шырмалып жатты әйел. Күйеумен төсекте табыспағалы қашан. Сәнді пысылдап ұйықтап жатқан балаларына қарады. Орнынан тұрып, ас үйге беттеді. Таң атып қалды. Балаларды сабаққа жіберу керек. Ас үйге өтіп бара жатып, кіреберістегі ұзын айнаға көзі түсіп кетті. Айнаға жақындады. Айнадан өзіне мыж-мыж боп қарап тұрған әйелді танымай қалды. Қалай қартайып кеткенмін, деп әжім түсе бастаған жүзін қолымен сипалады. Өзін жек көрді.
Жас кезінде қандай ет шіркін, кез келген жігітті ғашық қылатын қылығы бар еді. Құрбылары, сен сырт келбетіңмен ақ бір көрген жанды өзіңе тартып аласың деп бұған қызғана да қарайтын. Сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді. Жас кезінде сұлу болғаны тайға таңба басқандай анық көрініп тұрса да, жақсылықтың жүрегін сәндінің бота көздері енді жібіте алмайды. Біз фитнеске барсақ та сен сияқты мүсініміз жоқ. Бұл да құрбыларының сөзі. Табиғат берген тал мүсіні, ажарлы келбеті болса да, күйеуі бұны керексіз заттай етіп, орта жолдан лақтыра салды. Сәнді айнаға әлі қарап тұр. Жақсылық пен толқынның бірге екені миының бір бұрышында шыбын сияқты ызыңдап тұрып алды. Маза бермейді. Күйеуім мен тастап, басқаға кетті деген ой сәндіні мүжіп тастады. Жақсылық пен толқын бір апта бойы қосақ-қодай ләззат теңізінде жүзді. Ештеңе ойламады. Екеуінің де көздері бір-бірінен басқаны көрмеді. Толқынның 18 жасқа толған туған күнін әдемі мейрамханада өткізді. Үйге қайтар күн таяды. Жақсылық үйіне барғысы келмеді. Қасымда болғаныңды қалаймын, жаным, деді толқынға. Онда әйелімен ажырас, деді толқын. Жақсылық мұндайды күтпеген. Ажырас деймісің, деді сәл кібіртіктеп. Әрине, заң жүзінде ажырасып, маған үйленсең, дәл қазір дайынмын, деді толқын. Бірақ балаларым, деді де, жақсылық тілін тістеп отырып қалды. Көз алдына 4 баласы бірінен соң бірі келіп тұра қалды. Толқын өзгеріп кеткен секілді. Періштедей пәк қызды өз қолымен әйелге айналдырғаны рас. Жақсылық не дерін білмеді. Судың да сұрауы бар. Қонақ үйде өткен бір апталық ләззат түнінің есесін жақсылық та, толқын да бірнеше есе етіп азаппен қайтаратындарын білген жоқ. Жақсылық үйге келгенде сәнді үндемеді. Ештеңе болмағандай шай тамағын дайындап беріп, өзі жұмысына жиналып кетіп қалды. 4 баласы да үйде жоқ екен. Жақсылық соқа басы сопайып жалғыз қалды. Есіне енді түсті. Балалары өсіп-өсіп, бір мектепке, бір колледжге, әйтеуір әркім өз өмірімен жан-жаққа кеткен екен. Қалай байқамаған? Балалары қай кезде өсіп кетті? Бұл қайда жүр? Жақсылық сонда барып, бармағын тістеп, арзан қызықтың соңында кетіп, балаларына әке жылулығын бере алмағанын түсінді. Толқынды сүймей қалған тәрізді. Жас қыздың қызығы басылып қалған секілді. Бұрынғы өліп өшкен сезім жоқ. Толқын телефон шалып жатыр екен. Жақсылық жауап бергісі келмей, телефонды тастай салды. Сәнді екеуі маңдай термен алған үйдің төбесіне қарап жатып, ұзақ ойланды. Сәнді, жан жарым, бәрін біліп түсініп жүрсе де үнсіз. Одан да айғайлап ашуланғаны жақсы еді. Жақсылық сонда ғана өз әйелін жоғалтып алғанын түсінді. Мен не істедім? Не істеп қойдым мен? Деп селкілдеп жылады. Толқын әлі телефон шалып жатыр. Бір кезде барып алып еді, ар жағынан толқынның шаңқ еткен жағымсыз даусы шықты. Өз дегеніңе жеттің, болды ма? Енді мен саған керек емеспін бе? Мені осылай шүберек секілді лақтыра саласың ба? Деді толқын. Ақырын сөйле, не дейсің? Деді жақсы. Мен бәріне айтам, мені бұзғаныңды жайып салам, маған үйленесің. Болмаса, өз обалың өзіңе, деді толқын.
Апырай, адам өзгерім десе бір сәтте екен. Бұрынғы сызылып тұратын инабатты толқын жоқ. Жақсылық телефонды қабырғаға лақтырып жіберді. Телефон шытынап еденге тарс етіп құлады. Жаза басқанын енді оңған еркек Сәндіні іздеді. Жабыққанда жұбаныш, торыққанда тірегі болған жан жолдасын қатты қажетсінді. Алло, Сәнді? Күтпеген жерден қоңырау шалған күйеуінің әрекетіне Сәнді аздап таңғалып қалды. Қанша уақыттан бері күйеуінен қоңырау келмеген еді. «Иә», деді салқын түрде. «Сәнді, қайдасың?» деді Жақсылық. «Не болды?» деді Сәнді. «Сен маған керексің», деді ойнап жүріп от басқан еркек. Кешке ерлі-зайыптылар ұзақ сөйлесті. Бұрынғы Жақсылық қайтып оралғандай. Бірақ Сәндінің жүрегі күйеуіне жабық еді. Өзіне жасаған опасыздығын әйел кешіре алмады. «Маған уақыт бер», деді Сәнді. «Әзірге бөлек тұрайық, ойлануым керек». Жақсылық үндемей бас шұлғи берді. Көзі жәутеңдеп, енді далада жалғыз қалған баладай әйеліне жалтақтап қарады. Осылайша бір шаңырақтың керегесі шайқалды. Толқын күннен күнге күшіне міне бастады. «Қит етсе, ажырас, мен саған тоқал болмаймын. Заңды әйелің боламын, әйтпесе, бәріне қонақ үйде не істегеніңді жайып салам», деп айғайлап шығатын болды. Жақсылық қызды жыға танымаған екен. 18 жаста болса да, кексе қатын сияқты деп толқыннан жирене бастады. Ақ некелі жары Сәндіні сағынды. Толқын оңай шағылатын жаңғақ болмай шықты. Бет пердесі ашылып, шынайы жүзін көрсеткен сайын Сәнді мен Толқынның арасы жер мен көкте екен ұқты Жақсылық. Ұқты да өкініштен өзек өртенді. Сөйтіп жүргенде Толқынның аяғы ауырлап қалды. Жақсылықтың енді қызға үйленбеске шарасы жоқ еді. Ел арасында сөз жата ма? Үшеудің арасындағы хикая жұртқа лезде тарады. Көргендер Толқынды саусағымен нұқып қаралап кететін болды. 4 баланың обалына қалдың. Біреудің шаңырағын ортасына түсіріп, бақытты болмассың, деп бетіне түкіріп кеткендер де табылды. Халық айтса, қалып айтпайды. Жақсылық шыдамады. Арада 2 жыл уақыт өткенде еркек екінші әйелінің қойнынан қашып шықты. Бұл уақытта Сәндінің жан жарасы жазылып, бойын қайта тіктей бастаған еді. Күйеуі ажырасам дегенде оңай келіскен. Өйткені кетем деген еркекті құрық салып байласа да ұстай алмасы анық еді. Тың-тың. Есіктің қоңырауы басылды. Сәнді «Кім болды екен?» деп асығыс басып есікті ашты. Қарсы алдында бұрынғы күйеуі Жақсылық тұр еді. Жүнжіп кетіпті. Бет-аузын сақал басқан, қартайған секілді. Бойы да шөге бастапты. Жақсылық Сәндіні көргенде аузы ашылып тұрып қалды. Сәнді көктемде бір атқан бәйшешектей құлпырып, сұлуланып кетіпті. Үстіне киген көйлегі өзіне құйып қойғандай жарасып тұр. Бота көзі мөлдіреп, ерекше жылулық шуақ шашады. Үйдің ішінен әлде бір жылы лебес еді. Жақсылық Сәндіні қапсыра құшақтап, еңкілдеп жылағысы келді. Бірақ ар жақтан «Кім келген?» деген еркектің дауысы гүр еткенде Жақсылықтың төбесіне біреу мұздай су құйғандай кілт тоқтап қалды. Арғы бөлмеден бейтаныс ер адам шығып келе жатыр еді. Сәнді үйде жалғыз емес екен. «Мынау кім?» деді Жақсылық таң тамаша болып.
Ал сен кімсің? Деді. Иығына екі жігіт мінгендей денелі еркек. Мен? Расымен кім? Жақсылық Сәнді үшін енді тек балалардың әкесі ғана, ал Сәндіге келуге хақысы жоқ. Ол құқықтан өз еркімен айырылған болады. Ақ некелі жарын өз қолымен басқаға бере салыпты. Не үшін келдің, Жақсылық? Балаларды көру үшін келсең, ешқайсысы үйде жоқ. Есіңде болса, әрқайсының телефондары бар. Өздеріне хабарласып сөйлессең болады. Айтпақшы, танысып қой. Мына кісі менің күйеуім Елдос, деді Сәнді. Не? Қашан тұрмысқа шығып кеткенсің? Деді Жақсылық, өз құлағына өзі сенбей. Сен үйленгенде менің де тұрмысқа шығуға қақым жоқ па? Деп жымиды Сәнді. Жақсылық далада отыр. Жалғыз. Басындағы бағын бағалай алмаған еркек сүйіктісін өзгеге қимады. Шіркін, уақытты кері айналдырсам, бұл қателіктің бірінде істемес едім. Жас иістен садаға кеткір, деп ойлады. Толқынның қытымыр мінезінен зәрезап болған Жақсылық. Қазақ кіммен қарайсаң сонымен ағар дейді. Қатын жаман болса, бұл жалғанның тозақ емес пе деп, бұрынғы шалдар қалай дәл тауып айтып кеткен. Келін емес, келсап қой. Десе, мә дейді. Сәндіден артығы жоқ еді. Тәп-тәуір әйеліңнің қадірін білмедің, балам, деп кәрі шешесі де күнде құлақ етін жейді. Жақсылық есік алдында кешке дейін мөлиіп отырды. Ішімдік. Жан дертін тек ішімдік қана басар. Шырғалаңға тап болған еркек ащы суға сылқия тойып алып, екінші әйеліне бара жатты.